Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Парасат адамзат ақыл ойының шығармашылық сипатын, танымдық қабілеттігін білдіретін ұғым. Адамгершілігі мол, ой өрісі кен адамның парасаты мен пайымы үндес келеді. Ондай адамдарға әдеп, инабат, салиқалық пен мейірімділік, ізгілік пен мінезділік және тағы толып жатқан кісілік келбетті көрсететін қасиеттер тән болады. Осыған орай Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы адалдық алаңы жобасын жалғастыруда. Бүгінгі келген қонағымызбен таныстыра кетейік. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің әлеуметтік гуманитарлық факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Жүсупов Руслан Батырханұлы. Руслан, енді Руслан дей берсем болады шығар, иә? Әрине болады. Руслан мырза дейік онда. Қош көрдік сіздерді. Сәлематсыздар ма? Міне осы бүгін біздің жобамыз парасаттылық, міне көріп тұрғандай адалдық алаңы дейді. Өзіңіз осы қалай ойлайсыз, парасаттылық дегенді қалай түсінесіз? Қандай ұғым деп ойлайсыз? Парасаттылық ұғымы кез келген ғылымда белгілі бір дәрежеде бір мәселенің маңызын ашу үшін бірінші кезекте әрбір категорияға жауап береміз. Әрбір категория дегеніміз әрбір ұғымның белгілі бір дәрежедегі шекарасын анықтап аламыз. Осы орайда парасат дегеніміз ол мен өзім ойлаймын, парасатты адам деп айтады. Мысалы, осы парасатты адам оған әмбебап мағына беруге болады бір жағынан. Сол себепті бұл жан-жақты, кішіпейіл, сондай жомарттық қасиеттері мол, ең бірінші кезекте кез келген мәселені шешу барысы кезінде азаматтық құндылыққа ерекше мән беретін тұлға деп мен өзім басым көремін. Енді жаңа айтып кеткендей, осы парасатты адамның ойында қандай қасиеттер болу керек? Енді басты қасиеттер осы. Ең басты қасиеттер кез келген, енді біз қазіргі таңда қоғамда біз жалпы айтып жатамыз, ғылымда плюралистік қоғамда өмір сүріп жатамыз. Сол себепті мысалы мен айтар едім, қоғамда қайырымдылық пен зұлымдық әрбір қатар жүреді. Бұл өмірдің заңдылығы десек те әрбір қайырымдылықтың да жақсы мен жаман іс-әрекеттер тұстары болады. Сонымен қатар зұлымдықтың да белгілі дәрежеде жақсылық пен жамандық тұстары болады. Сол себепті біз айтып жатамыз, плюралистік қоғамда өмір сүріп жатырмыз, әмбебап қоғамда. Сол себепті белгілі бір нақты шешімге нақты бір жаңағы анықтамаға келмесек те бір нүктесі болу керек. Ол нүкте азаматтық әрбір құндылықтан, азаматтық позициядан, қағидадан алыс кетпеу керек. Осы орайда әрине азаматтық жаңағы парасат ұғымы осы тұрғысынан алып қарайтын болсақ, ол жаңағы жомарттық, ізгілік қасиеттерге, сонымен қатар жақсылық, қайырымдылық, қоғамға адалдық жаңағы бағытта өзін көрсете білетін, қарайтын, осы тұрғыда өзін жалпы кез келген жақсы қасиеттердің барлығын осы парасат ұғымының аясында қарастыруға болады. Енді жаңа Руслан Батырханұлы, осы сіздің жаңағы жоғарғы оқу орындарыңызда осы парасаттылық, адалдық жайлы бір проектлар ма, жобалар ма, қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы қазір міне біздің өскелең ұрпаққа осы парасатты болу, адалдық болу үшін бір жұмыстар атқарылады ма? Әрине, тікелей тәрбие ісіне жауапты тұлға болғаннан кейін, қызметкер болғаннан кейін, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде әсіресе кез келген біз қоғамға қажетті қызметкерді тұлғаны тағайындап жатқаннан кейін, даярлап жатқаннан кейін, олардың бірінші кезекте білімнің алдында тәрбиесіне мән беруіміз керек. Өйткені тәрбиелі білім ол қашанда өзінің пайдасын тигізеді, қоғамға да өзінің біршама жаңағы жақсы іс-әрекеттермен танылуға, көптеген зұлымдық іс-әрекеттердің алдын алуға мүмкіндік беретін іс-әрекеттердің бірі. Осы орайда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде біз көптеген адам баласын тәрбиелеуде көптеген мәдени іс-шараларды жүргіземіз. Соның ішінде әсіресе қоғамда адамзаттың өміріне және құқығынан бостандығына қатысты теріс іс-әрекеттер өте көп. Солардың бірінші кезекте өздерін сақтандыру мақсатында, екінші кезекте сол азаматтарды сол қоғамда белгілі дәрежеде
жаңағы өзінің көзқарасын айта алатын, адалдық, жаңағы бірнеше жақсы қасиеттердің барлығын бойына сіңіре білетін азаматтар тәрбиелеуде көптеген іс-шаралар өткіземіз. Ол дін бағытында болсын, ол әлеуметтік бағытта болсын, ол мәдениет бағытында болсын, ол саяси бағытта болсын, көптеген осы бағытта іс-шаралар өткізіледі. Соның ішінде дінге келетін болсақ, діндегі көптеген дәстүрлі емес ағымдардан бойын аулақ ұстау мақсатында азаматтар тәрбиелейміз. Бұлды сонымен қатар саяси тұрғыда мынау жемқорлыққа қарсы. Жақсы. Бұлды жемқорлық біздің қоғамның негізгі жаңағы ауруы деп айтуға болады. Үлкен ауруы, көптеген әлеуметтік тұрғыда, мысалы осал тұрғыда азаматтарымыз мемлекеттің тарапынан бөлінген ақшаны немесе көмекті өз деңгейінде ала алмайды. Осы әсіресе бұған кедергі болатын мынау жоғарғы биліктегі отырған шенеуніктердің тарапынан жасалып жатқан іс-әрекеттер. Осындай қызметкерлерді қоғамға пайдалы азаматтар тәрбиелеуде саяси, әлеуметтік және де мәдени тұрғыда тәрбиелеуде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Жақсы болған екен, жақсы. Осы біздің белгілі ақын жазушыларымыз Абай, Ыбырай, Ахмет секілді өз шығармаларында болашақ өскелең ұрпақты білімге, адалдық пен әділеттікке шақырады. Осы қазіргі таңда балаларды кітап арқылы осы жаңағы айтып кеткенде жаңағы осы парасаттылыққа, әділеттілікке шақыруға болады ма? Негізі қазіргі біздің өскелең ұрпағымыз, жаңағы сіздің шәкірттеріңіз осы кітапқа көзқарастар қалай осы? Әрине, кітап оқу деген сияқты. 21 ғасырда өмір сүріп жатқаннан кейін құндылықтар өзгеріп жатыр. Әрине. Жастардың да көзқарасы белгілі дәрежеде көзқарастар өзгерістер байқалады, әрине. Десек те кітапты біз ескеруіміз керек. Кітап өз деңгейінде өзінің маңыздылығын жоғалтпауы керек. Сол тұста біз әрине жұмыстар атқаруымыз керек. Біздің де мысалы осы облыстық деңгейінде сіздердегі сияқты бізде де көптеген кітапханалар әрбір корпус бойынша жұмыс істейді. 5 корпус, бізде 7 корпус бар, әрбір корпуста бір кітапханадан қамтамасыз етілген. Яғни студенттердің жалпы білім алуына, кітапқа деген құштарлығын ояту мақсатында жағдайлар жасалған. Десек те енді осы бағытта әсіресе мен өзім факультетінде филология мамандығы бойынша оқитын студенттер бар. Әрине олар міндетті түрде кітаппен жұмыс істейді. Тарихшы мамандар бар. Әрине олар да міндетті түрде кітаппен жұмыс істейді. Өйткені көптеген архив көздерінен алынған мәліметтер кітап көздерінен жаңағы кітаптың жаңағы кітап арқылы барлығы да жинақталып шығарылады. Олардың ғылыми айналымға қосу үшін бірінші кезекте мен айтар едім, ғылымда бірінші кезекте әлеуметтік желіден материалдар көптеп енгізілген десек те, оның барлығы толыққанды интернет көзінен таба беруге болмайды. Сол себепті ғылыми айналымға енгізілмеген мәліметтердің басым көпшілігін осы кітап бойынан табуға болады. Осы тұрғысынан алып қарағанда қарайтын болсақ, көбінесе біздің оқытушыларымыз, Қостанай өңірлік университетінің оқытушылары кітапты оқуға және де сол кітаптың негізінде керек мәліметті алуға үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. Жақсы болған екен. Руслан Батырханұлы, енді өзіңіз осы өзіңіздің өміріңізде нағыз парасатты адамды кездестіңіз бе? Нағыз парасатты адамдарды кездестірдім деп ойлаймын. Өйткені нағыз парасат адамдарды мен айтар едім, өзінің өмір жолында бұл менің ұстаздарым. Ұстаздарым осы қоғамға бейімделуіне, осы қоғамда өз орнымды табуымна үлкен үлесін қосқан жандар. Сол себепті ол кісілерге үлкен алғыс айтамын. Бізде көбінесе мен айтар едім, қоғамда жастармен сабақтастық жоғалып кетті. Әсіресе үлкен кісілерді егерде осы жастармен жұмыс істеуде, жастарға өз білімін үйренгенін, осы өмірде түйгенін үйретуде, оны келесі ұрпаққа табыстау мақсатында, аманат ету мақсатында жаңағы іс-әрекеттер аз байқалады, өкінішке орай. Сол себепті мынау жастармен арасындағы сабақтастықты жоймаған ұстаздар біздің университеттің тарапында жұмыс істеп жатыр. Олардың қатары аз болғанымен де бар.
Сол себепті дәл осындай азаматтарды мен парасатты адамдар деп есептер едім. Өйткені олар өздерінің қоғамға адалдығымен, жанашырлық танытып жатқандықтан, болашақты ойлағандықтан нағыз парасатты адам осыларды айтар едім. Енді Руслан мырза, қазір жастарды енді білесіздер ғой, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, өте жаңағы әлеуметтік неде көп отырады, жаңағы интернет дейміз, желілерде көп отырады. Енді жаңағы сол жастарымыз қалай өзі жаңағы алдында тұрған адамды адал адам екен, парасатты адам екен деп оны қандай нелерінен түсіне алады жаңағы балалар мысалы. Қазір көп өте алдап кетеді, бір жаман жолдарға түсіп кетеді. Соны қандай немен білуге болады, жаңағы қасиеттер болу керек адам бойында? Мен айтар едім, әлеуметтік желіде көбінесе студенттер теориялық тұрғыда білім алады, бірақ ол тұрақталып қалмайды. Өйткені практикада сол көрген іс-әрекеттерін, білген, алған білімдерін жаңағы бойына сіңіру үшін әрине ол тәжірибе керек. Осы тұрғысынан алып қараған кезде мен айтар едім, қоғамда белгілі дәрежеде өзінің сөзімен ғана емес, сонымен қатар іс-әрекетімен жаңағы жастарды тәрбиелей білетін азаматтардың қатары көп болса лажы болар еді. Әрине олардың қатары өте аз. Біз көп айтамыз, көп сөйлейміз, әлеуметтік желіде көп дүниелерді көрсетеміз, бірақ оны тәжірибеде ұштамағандықтан балаларымыз барлығы да, өскелең жас ұрпақтың барлығы да оны бойына толыққанды 100% сіңіріп үлгермейді. Қорытып үлгермейді, өйткені ақпарат көздері өте көп. Сол себепті егерде мынау келешек жастарға айту керек, қандай қасиеттерді айту керекпіз. Әсіресе осы өмірде алдағы уақытта белгілі дәрежеде нақты қандай іс-әрекеттерді, қандай мақсатты жеткісі келеді, мақсаттарды қол жеткісі келеді, соған жету үшін өзінің белгілі дәрежеде шектеу керек, жаңағы белгілі бір құндылықтарын шектеу керек. Барлығын бірде қол жеткізу мүмкін емес, бірақ негізгісін ала білу керек, соны түсіндіре білген азаматты тәрбиелеуіміз керек болашақта. Жақсы. Сонда ғана белгілі дәрежеде әрбір тұлғаның өзіндік осы өмірде жеткен жетістігін көрсете отырып, мақтан тұта алады. Және де сол бағытты өзін ұштай отырып, келешек ұрпақ тәрбиелеуде де белгілі дәрежеде пайдасы зор болады ол кісінің. Жақсы, рахмет. Қазақстанның әрбір азаматы қоғамда парасаттылықты қалыптастыру үшін үлес қосу керек. Ол мейлі жазушы бола ма, мемлекеттік қызметкер бола ма, мейлі, бұл бір жаппай көтеретін ортақ жүгіміз. Бүгін осы бізге сұхбатыңыз бергеніңізге көп-көп рахмет. Өзіңіздің жаңағы алтын уақытыңызды бөліп, бәрімізге еліміз аман, тыныш болсын дейміз. Сізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.